Сәлем, менің атым Дастан, және мен сіздерге мемлекеттік грантты қалай алуға болатындығы туралы түсіндіремін. Бірінші қадам, жоғарғы оқу орнын таңдаңыз. Екінші қадам, ұлттық бірыңғай тестілеуде максималды балл жинауға тырысыңыз. Максималды балл жинаған сайын сіздің ұлттық бірыңғай тестілеудің нәтижесі бойынша мемлекеттік грантты иемденуге деген мүмкіндігіңіз өсе түседі. Үшінші қадам, өзіңіз таңдаған жоғарғы оқу орнының қабылдау комиссиясында мемлекеттік гранттың конкурсы үшін арнайы өтінімді толтырыңыз. Алтын белгі иегерлері басымдық құқығына ие. Конкурс келесі реттілік бойынша өтеді. Талапкерлер өзінің қалаған 4 мамандығы белгілеп, оған қарама-қарсы бағанда 4 университетінің кодын көрсетеді. Алғашқы болып мемлекеттік гранттың конкурсында өздеріңіздің бірінші белгілеген мамандықтарыңыз конкурсқа түседі. Егер де одан сіздер мемлекеттік гранттың иегері атанбаған болсаңыз, байқау екінші мамандыққа ауысатын болады. Осылайша мемлекеттік грантта мамандықтарды белгілеуде өзіндік жүйе бар. Айта кететін болатын болсақ, алғашқы 2 мамандық өздеріңіздің арман еткен мамандықтарыңыз болған жөн. Ал одан кейінгі 2 мамандық сіздерге мемлекеттік грантты ұтуға 100% кепілдеме беретін мамандықтар болуы тиіс. Ескере кететін жайт, мемлекеттік гранттар жоғарғы оқу орындарында емес, олар мамандықтарға бөлінеді. Ал әр мамандыққа бөлінетін гранттардың саны әртүрлі. Егер де сіз мемлекеттік гранттың иегері атанған болатын болсаңыз, онда өкінішке орай мамандығыңызды ауыстыру мүмкін емес.